Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін сендермен өтетін тақырыбымыз миеленденген нейрондардың артықшылығы. Оқу мақсаты рефракторлық кезең мен миелин қабығының маңызын түсіндіру. Миелинді қабықша аксонды қоршай орналасқан жасушаларда қалыптасады. Шыван жасушаларының мембранасы алдымен аксонды қапсыра орап, содан кейін аксонды бірнеше қайтара айналып орау барысында құрамында липидтік зат сфингомиелин бар көптеген мембраналық қабаттардан түзіледі. Міне қарап тұрғандай, мынау бізде аксон берілген бір үзігі. Қарап тұрсақ, сол аксонның ішінде міне қабырғасында шван клеткаларының ядролары көрсетілген. Мына жерде шван клеткалары бар. Мына бізде миелин қабықшасы, майлы қабықшасы деп аталады. Мына бөліктер шван орамалар деп аталады. Жаңа оқып кеткендей. Ол шван орамалары негізінен липидтік заттардан тұрады екен. Оның аты сфингомиелин деп аталады. Ал енді қарап отырсаңдар, шван орамаларының арасында бізде үзікше болады. Міне сол үзікшені, міне арасындағы үзікшені ранве бунағы деп атайды. Негізі ол кішкентай ғана үзікшенің ара қашықтығы 2 немесе 3 микрометрге тең болады екен. Ол шван жасушаларымен оқшауланбаған аймақ. Келесі слайдқа көшетін болсақ, сальтаторлық өткізу деп аталады. Негізінен сальтаторлық өткізу дегеніміз секірмелі өткізу деген мағынаны білдіреді. Секірмелі өткізу дегеніміз қабықшасы электр тоғына біршама күшті кедергі болатын миеленденген жүйкелердің бойымен жүйке импульстердің секірмелі өткізуін айтады. Расында да қандай да бір ақпараттың, информацияның өтуі біздің нейрондар арқылы өтеді ғой. Сол жағдайда сальтаторлық өткізу арқылы жүзеге асады. Негізінен сальтаторлық өткізу туралы келесі сабақта біз ары қарай түсіндіре жатармыз. Келесі слайдымызға келетін болсақ, жүйке импульсін өткізуінің түрлі жолдары болады. Миеленденген жүйке талшығында қозудың бір бунақтан келесі бунаққа сальтаторлық таралуы секірмелі деп атайды екен. Міне қарап отырсаңдар, іште оң зарядтағы иондармен, сыртта керісінше, іште теріс зарядты иондармен, сыртта оң зарядты иондар, секірмелі иондар. Негізінен қандай иондар дейсіздер ғой? Бұл жерде натрий және калийдің негізінен иондары болады екен. Бұл сальтаторлықтар. Міне натрий, калий өзектерінің жоғары тығыздығы байқалады дейді. Немесе концентрациясы жоғары болады деген сөз. Келесі иондар. Жаңағы калий және натрийдің иондары дедік қой. Әдетте талшықтардың қалың миеленденген қабықшасынан өте алмайды. Бірақ олар ранве бунағы арқылы оңай диффузияланады. Диффузиялану деген сөз өте алады деген сөз ғой. Олай болса, әрекет потенциалы тек бунақтарда пайда болып, бунақтан бунаққа өткізіледі. Мұны сальтаторлық секірмелі өту деп атайды. Жаңа айтып кеттік қой, сальтаторлы деген сөз. Сонда манағы пайда болған натрий калий ионының жаңағы өткізу кезіндегі пайда болған иондар ол миелин қабығынан өте алмағандықтан міне осы бунақ арқылы өтеді. Бунақтан бунаққа, бунақтан бунаққа. Сондықтан да атайды секірмелі өткізу деп атайды. Енді сол манағы секірмелі өткізудің немесе сальтаторлық өткізудің артықшылығы мен кемшілігіне көз жүгіртетін болсақ, аксонның бойымен үлкен арақашықтықтар арқылы секіру механизмі импульстің миеленденген талшықтарда өту жылдамдығы 5-50 есеге арттырады. Ал сальтаторлық өткізу аксон үшін энергияны сақтайды, өйткені тек бунақтар ғана деполяризацияланады екен. Сондықтан да сальтаторлық өткізудің міне осындай артықшылықтары болады екен. Расында да оқушылар, міне бүгін
мейлінденген қабықшаның өткізу ерекшеліктерімен таныстық. Енді сендерге тілейтінім алдағы міне біліміңді тексер деген бөлімге келген кезде сәттілік тілеймін барлығыңа.